Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, комиссия төрайымы және комиссия мүшелері. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының дәстүрлі музыкалық өнер мамандығының магистранты Хасенова Толғанай, ғылыми жетекшісі, музыкатану кафедрасының доценті доктор PhD Бердібай Айжан Рахманқұлқызы. Диссертациялық жұмыстың тақырыбы Арал өңірі музыкалық дәстүрлері аясындағы Бақыт Басықараевтың шығармашылығы. Зерттеу тақырыбының өзектілігі Басықараев шығармашылығының кең көлемде зерттелмеуімен және Арал өңірі музыкалық мәдениетінің аясында мүлдем қарастырылмауымен түсіндіріледі. Объективті себептерге байланысты аға буын мамандары көбінесе күйшінің өмірлік, шығармашылық жолына тоқталып, орындауындағы жеке күйлерді ғана зерттеген. Сондықтан диссертация тақырыбы ретінде аталған тақырып алынып отыр. Зерттеу мақсаты Арал өңірі музыкалық дәстүрлері аясында Басықараев әншілік, жыршылық және күйшілік шығармашылығын зерттеу. Зерттеу міндеттері Арал өңірі қазақтарының музыкалық дәстүрлері туралы дереккөздерге шолу жасап, Басықараев шығармашылығын зерттеу, тарихын зерделеу. Жарияланған дереккөздер негізінде Басықараевтың өмірлік шығармашылық жолын жазу, Басықараевтың орындауындағы ән толғауларды талдау, оларды еліміздің батыс аймағы және Арал маңының басқа нұсқаларымен салыстырып, жеке төлтаңбалық ерекшеліктерін анықтау. Басықараев орындауындағы Қазанғаптың күй шақырғыш Ақжелең күйін басқа орындаушылық нұсқалармен салыстырмалы түрде талдап, күйшінің стильдік ерекшеліктерін анықтау. Басықараевтың толқында және Аманғосым, Аманбол күйлерін талдап, олардың Қарақалпақстан қазақтары күйлерімен ортақтастығын анықтау. Зерттеу нысаны Арал өңірінің дәстүрлі музыкалық мәдениеті, зерттеу пәні Бақыт Басықараевтың шығармашылығы, зерттеу гипотезасы. Бақыт Басықараевтың орындауындағы күйлер Арал өңірінің Қарақалпақ, Ақтөбе, Шалқар, Қызылорда дәстүр сабақтастығында дамыды. Зерттеудің жаңалығы Басықараевтың шығармашылығын қалыптастырған Арал өңіріне жақын орналасқан Ақтөбе, Қызылорда облыстары аудандары мен Қарақалпақстан қазақтары музыкалық дәстүрлерінің арасындағы өзара сабақтастық мәселесі аясында зерттеле бастады. Басықараев орындауындағы музыкалық поэзиялық нұсқалар 9 ән мен терме толғаулар талданып, олардың еліміздің батысындағы ән ерекшеліктерімен ортақтастығы, Арал өңірі жыр мақамдарымен өзара байланыстары және өзіндік дара сипаты ашылды. Басықараев жеткізуіндегі Қазанғаптың күй шақырғыш Ақжелең күйінің Балмағамбетов, Жәлімбетов және Жармағамбетов нұсқаларымен салыстырғандағы жеке күйшілік музыкалық орындаушылық ерекшеліктері анықталды. Ол өзгешеліктің Қарақалпақ, Дутар саздарымен байланысы көрсетілді. Басықараевтың толқында және Аманғосым, Аманбол атты төл күйлерінің Қарақалпақстан қазақтары күйлерімен байланыстары көрсетілді. Зерттеудің әдіснамасы Басықараевтың жалпы шығармашылық келбетімен және оны қалыптастырған ортаның рухани мәдениетімен таныстыратын диссертацияның бірінші бөлімінде автор отандық этномузыкатанудың аға буын өкілдерінің Затаевич, Жұбанов, Аравиннің сипаттап баяндау әдісін қолданды. Диссертацияның талдау бөлімін жазғанда әдістемелік негіздері ретінде шетелдік және отандық аспаптық музыка зерттеушілерінің монографиялар мен мақалаларындағы тұжырымдамалар ескерілді. Басықараев орындауындағы ән нұсқалары мен мақамдардың талдауы негізінен профессор Қарақұлов және Байғас кинотеорияларына негізделіп жасалынды. Диссертацияның күйлері талдау бөлімінде профессор Өтеғалиеваның домбыра күйлерін талдау арнайы курсында енгізілген әдістемесі пайдаланылды. Диссертация кіріспе мен қорытынды 3 бөлімнен пайдаланылған дереккөздер тізімі және қосымшалардан құралған. Диссертацияның Арал өңірі қазақтарының музыкалық мәдениеті және Бақыт Басықараев шығармашылығының жалпы сипаты атты бірінші бөлімі өз ішінде 5 тарауға бөлінеді. Мұнда күйшінің өмірлік және шығармашылық жолы, дарынды өнерпаздың қалыптасуына Арал өңірінің Қарақалпақстан, Қызылорда облысы, Ақтөбе облысы, талай дарынды тұлғалардың мол үлгі өнегесі, Басықараевтану жолында оны Қазанғап мектебін жалғастырушы ретінде танып насихаттаған күйші зерттеуші Райымбергеновтың, сондай-ақ әкесінің орындауындағы нұсқалары бар музыкалық этнографиялық жинақтарды шығарған ағайынды Басықараевтардың және Қарақалпақстан қазақтары музыкалық мұрасын жарияланған Қайролланың еңбектері көрсетіліп сипатталады. Диссертацияның екінші бөлімі Басықараевтың орындауындағы әндер мен термелердің музыкалық стильдік ерекшеліктері деп аталып, оның мазмұны күйші орындауында жеткен 9 фольклорлық және автор бар музыкалық поэзиялық нұсқаны қарастыруға арналған. Олардың ішінде Басықараевтың жеткізуіндегі Сары Батақұлының 2 әні мен 2 толғауы бар.
Басқараев орындауындағы әндер мен толғауларда жалпы ұлттық және батыс қазақстандық ерекшеліктер қолданылған. Ал бірқатар ән шумақтарының бәрі айтылып болғаннан кейін қайырымдардың қолданылуы ол әндерді жыр мақамдарына жақындатады. Басқараевтың батыс өңірінің ән мәдениетіне қосқан үлкен үлесі Батақтың сарысының 2 әні мен 2 толғауын жеткізуі болып табылады. Ол шығармалар өзара ақынның әділдік үшін күресі тақырыбымен байланысты болса, музыкалық тіл деңгейінде олардың арасында айтарлықтай стильдік бірлік байқалмады. Алайда дыбыс қатарлары бойынша олар күйші орындаған басқа әндерге жақын. Басқараев орындауындағы бір қатар әндерінің одағай немесе қайырым сөзбен айтылатын аспапты қорытындыға ұласып, ол үзінділердің дауысын қарлығыңқырап айту мәнермен орындауы күйшінің әншілік жыршылық өнерінің ерекше стилінен хабар береді. Басқараев орындауындағы күйлердің музыкалық стильдік ерекшеліктері деп аталатын диссертацияның 3-ші бөлімінде күйші орындауындағы Қазанғаптың күй шақырғыш Ақжелең күйінің басқа орындаушылық Балмағамбетов, Жармағамбетов, Жәлімбетовтың нұсқаларымен салыстырмалы талдауы және Басқараевтың төл күйлері Толқында және Аманғосым, Аманбол қарастырылған. Басқараев орындауындағы күй шақырғыш Ақжелеңнің алдымен репертуарындағы шығармалармен ортақтығы, латтық тіректер және интонациялық иірімдер бойынша анықталып, сонан соң Арал өңірінің 3 күйшісінің нұсқасымен қатар қойылып қарастырылды. Талдау барысында бір күйдің 4 нұсқасының 4 түрлі аталғаны, латтық тіректерінің 4 күйде де бірдей екені, формасы төкпе стиліндегі буынды құрылымға жатқаны мен көлемі бойынша өзгешелігі бары, оның ішінде Басқараев күйі ең көлемді және онда қорытынды бөлімнің бары анықталды. Күй шақырғыштың негізгі интонациялық кешенінің құрылымы бойынша Басқараев нұсқасында бұл бөлімнің 2 элементінің арасында бас буын тұрса, Балмағамбетов пен Жармағамбетовте 2 элемент бірінен соң бір орналасқан, ал Жәлімбетовте 2-ші элемент мүлдем қолданылмаған. Ырғақтық жүйесі бойынша да 4 күйшіге тән ортақтастықпен қатар дара ырғақтық ерекшеліктер бар. Орындаушылығы бойынша да әрбір күйшіге тән өзіндік сипат байқалады. Зерттеу барысында қарастырылып отырған Қазанғап күйінің қарақалпақ дутар саздарымен байланыстары белгілі болды. Олардың интонациялық иірімдік және орындаушылық қағыстық жүйелері бойынша ортақтастығы бары байқалды. Арал өңірі күйшілік мұрасын жеткізуші, жыршы және әнші болумен қатар, Басқараев Толқында мен Аманғосым, Аманбол күйлерін шығарған тұлға ретінде танылған. Екеуінде де автор өзінің Қазанғап күйшілік мектебінің ізбасары екенін көрсетеді.
Ұсынылған зерттеуде Арал өңірінің көрнекті күйшісі Бақыт Басықараевтың шығармашылық келбеті көрсетілді. Оның ұлттық мұраның әртүрлі жанрдағы нұсқаларын жеткізуі және өз жанынан күйлер мен өлеңдер шығаруы оның синкреттік типтегі тұлға екенін білдіреді. Басықараев орындауындағы әндер, толғаулар мен күйлер және олардың музыкалық ерекшеліктері көрнекті музыка өнері қайраткерінің Арал теңізінің солтүстігі, шығысы және оңтүстігі қазақтарының рухани мәдениетін бойына сіңіріп, оны қорытып, қайталанбас дара стиль қалыптастырғанын айғақтайды.